Баршаларыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? ютубқа сабақ түсірмегелі өте көп болыпты. Бірақ осы уақыт аралығында мен өте көп іздендім, өте көп білімдер алдым. Жалпы осы онлайнда жүрген 4 жылдық тәжірибемдегі барлық менің жеткен жетістіктерімнің артында не жатқанын зерттеуге тырыстым. Себебі қазір соңғы кездері медитация, квантовый скачок деген ғылымдарға өте қызығушылығым артып жатыр. И сол салада өзімді зерттей келе түсінгенім, оказывается, осы 4 жылдың ішінде менің барлық нөлден бастап небәрі 90 мың айлықтан онлайнда 200 миллионнан аса доходқа жетуімнің артында менің түсінбей неосознанно жасаған әрекеттерім жатыр екен. Қазір мен сізге айтатын нәрселер бір нереальный нәрсе сияқты көрінуі мүмкін. Бір невозможно, адамның сенгісіз сондай нәрсе сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ бір айтарым, өзіңізге просто рұқсат беріңізші ғайыпқа сенуге. Мысалы, біз Алла тағаланы көрмегенбіз ғой, бірақ біз оның бар екенін білеміз, сезінеміз, сенеміз. Сол үшін де дәл қазіргі мен айтатын нәрселерге де просто сеніңізші. Жалпы менің өзім қарапайым отбасыдан шыққанмын. Әкем жоқ, даже есімде де жоқ ол кісінің түрі. Себебі 2 жасымнан бастап анам мен әкем ажырасып кеткен. И мені жалғыз өзі мамам өзі өсірген, тәрбиелеген, жеткізген. И менің балалық шағымда өте көп қиыншылықтар көргем. Даже қарапайым отбасыдан шыққанмын деп үнемі айтамын. Бірақ қарапайымның артында жылына 10-15 рет квартирадан квартираға көшіп қону, общежитияда тұру, үнемі жетіспеушілік, даже бір нанға ақша таппай отқан кездер де болған. Менің балалық шағым өте қиыншылықта өткен былай қараған кезде. Аллаға шүкір, бірақ анам өзі қиын ауыр жұмыстар жасап, күні-түні жұмыс жасап, стройкада істеп, мені осы уақытқа дейін тәрбиелеп, өсіріп, білім беріп жеткізіп отыр. Ол кісіге Алла разы болсын. И не үшін айтып жатырмын бұны? Себебі қазіргі таңда көп адамдар сондай жағдайда, қарыз кредиттерде қиыншылық көріп отыр. Бір өздерінің қазіргі өмірлерінде бір байлықтың, ақшаның келуі бір нереальный сияқты көруі мүмкін да. Үлкен бір зәулім үйлер армандауы мүмкін, коттедж алғысы келуі мүмкін. Біреулер элементарный бір айлыққа ғана өмір сүріп жатып, маған үй алу қайда, арман шығар деген сияқты ойда өмір сүруі мүмкін. И дәл сол сияқты адамдарға мен осы видеоны түсіріп жатырмын дәлел ретінде. Себебі менің өзім осы уақытқа дейін түсінбей келген екенмін. Дәл қазіргі өмірімді өзім неосознанно әрекеттер жасау арқылы жеткенімді. Қазір мен сізге асықпай барлығын түсіндіретін боламын. Жалпы менің өзім мамандығым медик, кәдімгі қарапайым бір айлыққа жұмыс жасағам, таңнан кешке дейін медсестра болып поликлиникада. Ойлай бердіңіздер, таңнан кешке дейін бір айлыққа ғана жұмыс жасайсың. Осыдан 4 жыл бұрын 2021 жылы мен онлайнға келемін. Ол кездерде бізде базовый СММ, таргетолог деген курстар хит болатын. Дәл сол моментте уже карантин басталатын коронавирусқа. Сол кезде мен осы онлайнға келем. Медицинада мені кәдімгі карантинға жібереді, үйде жатыңдар деген сияқты. 2 ай бойы, 3 ай бойы үйде жатамыз. Сол уақытта мен осы курстар алып бастаймын. Потому что қарызым басыма асып жатыр. Ол кезде мен балаларым кішкентай, жолдасым бір айлық ешнәрсеге жетпейді. Поэтому іздендім да, реально маған ақша керек, не істесем екен, қалай ақша тапсам екен деп сол кездерде осы онлайн курстарға келген болатынмын. Қазіргі уақытта ойланып қарасам, менің өмірім сол онлайнға келгенге дейінгі және после, яғни до и после болып өзгерген екен. Себебі онлайн маған инфобизнес саласы тек қана ақша ғана емес, ең бірінші кезекте санамның өзгеруіне өте көп орасан зор үлесін қосқан. Кәдімгідей до и после адам болып өзгерген. Бұрын қандай болсам, мен қазір өзімді ондай болғаныма ұяламын, если честно. Сол кедей санада болғаныма ұяламын, сол әрекеттеріме ұяламын. Бірақ ол да болу керек шығар. Мен де сол состояниедан, сол балжаннан күйін өтуім керек еді, чтобы дәл қазіргі балжанға айналуым үшін. И сіздердің әрқайсыларыңызда сол деңгей бар. Аллах тағаланың дайындап қойған сіздерге деген ризық несібесі бар. Просто соған тәуекел етіп алға қарай жүре беру керек. И менің оқиғамда бұл былай болды. Мен өзім қарыз кредиттерде жүрдім. Сол карантин уақытында онлайн курстарға келіп бастаймын, инфобизнес саласында перепродажа курстарынан бастаймын. Әрине басында кез келген істі бастаған кезде қорқыныш болады, қалай болады, мен қолымнан келе ме, келмей ме, вдруг я не смогу деген талай сан түрлі қорқыныштар болды. Бірақ соның барлығын жеңудің арқасында мен әрекет ете бердім, жасай бердім. Қолымнан келмесе де, банкрот болсам да, қайттан қарызға кірсем де, әйтеуір ілініп салып, әрекеттерімді жасай бердім да, толыққанды
түсінбесем де не істеу керек екен, вообще бұның артында нәтиже бар ма жоқ па, түсінбесем де жасай бердім, білмеймін не екенін. Іштей сондай менде дисциплинада. Мен балалық шағымнан мамам еңбекке баулу өсіргендіктен мен вообще жұмыс таңдамайтынмын. Мен полда жудым, басында жудым, түнімен жұмыс жасап, таңда параға барып ұйықтап отыратын кездерім де болған. Одан кейін жағы неше түрлі флайерлар, листовкаларды таратқам, үйде маникюрда жасағам, үйде торттап пісіріп сатқам. То есть мен өзім еңбекқор адаммын натурам бойынша. И дәл сол қасиеттің арқасында ма, дәл сол мінездің арқасында ма, білмеймін, инфобизнесті мен тастамадым. Бірақ сол кезде менімен бірге бастап кеткен қаншама қыздар болды, тастап кеткен, аяғына дейін апармаған. Бірақ сол тастамағанның, табандылықтың арқасында, Аллаға шүкір, мен қазір осы деңгейде отырмын. Сол кезде мен перепродажа курстарынан бастап, бір кезде бар, бір кезде жоқ, әйтеуір ілім салып жүрдім. 2021-дің октябрінде инфобизнеске келген болатынмын. Қазір міне қараңыздар, 26 жылдың апрель айыма қаншама уақыт өтіп кетті? 4 жылдан астам уақыт болды. 4 жылдың ішінде небәрі 90 000 айлықтан мен 200 миллион аса доходқа шықтым. Мамама үй алып бердім, өзіме үй алдым, 10 рет шетелге шығып демалып келдім, отбасымен де бардым, жалғызда бардым, ортамен де бардым, машинаны да алдым. Ай сайынғы табысым миллиондардың асып отырды. Қаншама қарыз кредиттер жаптық, оның арасында шығындар бар, бала-шаға бар, 3 бала. Ойлай беріңіз, қаншама шығын кетіп жатыр, қаншама ақша. Бұл ақшаның барлығын нереально деп ойлауымыз мүмкін. Онлайнда үйде отырып, еш нәрсе жасамай, просто Инстаграм, ТикТокта видеолар түсіріп табу деген нереально деп ойлауыңыз мүмкін қазір көп адамдар, Бірақ сіздерге айтайын, егер де сіз сенетін болсаңыз бұл нәрсеге және әрекеттеріңізді жасайтын болсаңыз, міндетті түрде жетесіз. Себебі мысли материальный. Алла тағала не деген? Құлым өзін өзгертпейінше, мен оның халін өзгертпеймін деген. Яғни сіз өзіңіздің ойыңызды бір пока өзгертпейінше, сендірмейінше, сіздің халіңіз өзгермейді. Біз не ойлаймыз, сол болады. Егер барлығы жаман, кризис, менің өмірім бітті, осымен маған бұйырмаған о тағдыр, маған миллиондар табу қайда, шетелге шығуға арман шығар деген сияқты ойды ойлай беретін болсаңыз, сіз сол жағдайларды өміріңізге тарта бересіз. Егер де менің өмірім әлі алда, менің қолымнан барлығы келеді, мен просто жасай берейін, берілмейін, әрекет ете берейін, позитивный мышлениеда болайын, сол ортаға қосылайын деген сияқты жоғары вибрацияда ойланатын болсаңыз, онда міндетті түрде ертелі кешпе Аллах сізге сол өмірді нәсіп ететін болады. Просто сеніңіз. Менің жағдайымда бұл былай болды. Мен 2021 жыл октябрьде келемін инфобизнеске. Одан кейін бірде бар, бірде жоқ ілініп салып әйтеуір жүрдім. Содан кейін 2022 жылдың ДК бизнес школ деген перепродажа курстарына келемін. Сол моменттен бастап менде уже кардинальный өзгерістер басталады. Кәдімгі жайлап менің өмірім, табысым да өзгеріп бастайды. Басында мысалы 100 000, 200 000, 500 000 ары кетсе тауып жүрсем, бірде бар, бірде жоқ болып, Одан кейін осы 2021-дің жазынан бастап менде кәдімгідей өзгерістер басталды ғой. Потому что мен білім алып бастадым. Өзіме тәуекел етуге рұқсат бердім. Просто реально өзіме рұқсат бердім да, өміріме өзгерістер әкеліп бастадым. Бұрын мысалы мен өзіме тәуекел етуге, бір қымбат нәрсеге, бір білім алуға, миллиондық наставничество алуға рұқсат бермеген, никогда ойбай деген сияқты. Менде мынандай осознанно не болатын миымда да, как это так, миллионға біреуге бере салам ба деген сияқты да. Бірақ мен сол нәрсеге өзіме рұқсат бердім. Когда мен өзіме рұқсат бердім, білімге ақша салу керек екенін түсіндім, наставниктермен жұмыс жасап бастадым, менде уже өзгеріс болды. Мен кәдімгідей өзімнің өміріме миллиондар деген сумманы шақырып бастадым. Ойлаңызшы, 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 10 миллион осылай ақшалар бірте-бірте келіп бастады. Даже қараңызшы, мен 2000 қазір сіздерге пример ретінде көрсеткім келді. Мен өзім никогда шетелге шықпаған адаммын. 28 жас па? 28 жасыма дейін. Осы онлайнға келмей жатып, мен никогда шетел көрмегенмін. Мен вообще өзіңіз ойлаңыз, қарапайым отбасыда да мамам ғана тәрбиелеген, квартирадан квартираға сандалып жүресің 15 жыл бойы, ешқандай үйіңде жоқ, просто ала сөмкеңді арқалап, кәдімгі ақша жоқ кезде квартираны босатасың. Ойлай беріңіздер, осындай өмірден қайдағы шетел деген менде сознание болатын. Кетей санауға былайша айтқан кезде, маған ол өмір арналмаған деген. И сол сознаниядан мен тұрмысқа шығамын, Алматыға көшіп кетемін, Астанада тұрамыз біраз уақыт бойы, потом Алматыға көшіп тұрмысқа шығамын, босанамын, үйде отырамын, декреттемін, жаңағы медсестра болып жұмыс жасаймын, потом карантин басталады. И сол моментте мен 2022 жылдың осы жазынан бастап кәдімгі білімдер алып бастаймын, өзіммен жұмыс жасаймын, білмеймін не бар, қандай марафон бар, қандай курстар бар, соның барлығын алып әйтеуір санамен жұмыс жасаймын ғой, потому что сол моментте маған сондай бір сигнал келді ма, білмеймін, іштей сезім болды ма, что өзімен жұмыс жасау керек деген. Сол кездерде әлі есімде, мен жолдасым сенбеген, қолдамаған. Не көріп отырсың, не сектаға кіріп кеттің сен деген сияқты рухани білімдерді көп тыңдаған кезде, ол маған сенбеген никогда. И қазір ойланып қарасам, оказывается, это было не просто. Не просто так екен бұның барлығы. Мен өзімді рухани жайдан жай байытпаған екенмін.
Қазір мен сізге бұл техниканың барлығын соңында түсіндіретін боламын. Просто қазір бірінші өзімнің өмірімнен дәлел ретінде сізге түсіндіріп жатырмын. Барлығын аспаннан алып просто так ақша табу үшін айтып жатыр екен деп ойлап қалмаңыздар. Реально сіздерге көмектесу үшін сіздің ойыңызға, санаңызға деген бір кішкентай болса да өзгерісті енгізгім келіп жатыр. Сол үшін өзімнің өмірімнен дәлелдер ретінде түсіндірмекшімін. Никогда өмірінде шетелге шығып көрмеген адам ретінде мен 22-ші жылы, міне алғашқы паспортым сіздерге көрсеткім келіп жатыр. 22-ші жылы 11-ші майда, қазір мен суретке түсіріп кейін экранға салып қоятын боламын. 11-ші майда просто барыппын да паспорт жасатқам ғой өзіме және отбасыма. 3 балама, жолдасыма және өзіме 5 паспорт жасатам. Ол кезде госпошлин 21 мың ба, сондай, ойлай беріңіздер, где-то 100 мың теңге беремін. И сол моментте мен әлі білмеймін, шетелге шығам ба, шықпайым ба, бірақ менде іштей сондай сезім болды. Я хочу за границу деген, мен Дубайға барғым келеді деген сияқты өзімде іштей сезім болатын. Мен үлкен әлем көргім келеді, жел аралағым келеді. Сол Дубайды бір көрсем екен деген іштей менде арман болатын. Сол кезде не істедім? Рухани білімдер алып жүрген кездерім ғой. Сол кезде енді миым өзгеріп, санам өзгеріп, өзіме рұқсат беріп, жайлап ақшалар тауып 500 мың, 600 мың, миллионға дейін тауып жүрген кездерімде мен барам да осындай паспорт жасатам. Бірақ мен білмеймін ол кезде барам ба, бармайым ба шетелге. И что вы думаете? Ровно 1 жылдан кейін мен отбасыммен алғашқы шетеліме шығам ғой. 2023-тің июньнің 8-інде біз шетелге барып демалып келеміз. Нереальный нәрсе ғой. 1 жылдан кейін мен білмеймін барама, бармайма, бірақ біз 1 жылдан кейін отбасымызбен барып шетелге демалып келеміз. Ал мен мұны 1 жыл бұрын просто барып жасатқан екенмін. Не үшін жасаттым? Потому что мен миымды сендірдім, что ол өмір мен үшін арналған. Мен өзіме рұқсат беремін. Алдын ала әрекеттер жасап бастадым. Мен қазір ойланып қарасам, осы 4 жылда мен барлық жеткен жетістігімнің артында техника трехслойной манифестация жатыр екен. Қазір мен бұл салаларда өте қарқынды зерттеп жатырмын. И манифестация жасау арқылы мен барлық жетістіктеріме жеткен екенмін. Манифестацияның техникасы бойынша ең бірінші адам өзіне не керегін анықтайды екен. Сіз мақсат қоясыз, элементарно, сен нені қалайсың? Мен сол кездегі мақсатым 2022 жылы шетелге шықсам екен деген мақсат болатын. И что вы думаете? 1 жылдан кейін мен шетелге шығып жатырмын. Одан кейін 2023 жылы менде мақсат болды, шетелге шығып келгеннен кейін екінші мақсатым, яғни адамда болады, 10 мақсат жазасың да, соның основной 3-еуін выделять етіп қоясың. Хотя бы осы 3-еуіне ең бірінші кезекте жеткім келеді деген сияқты. Соның ең бірінші шетелге шығу болатын. Аллаға шүкір, отбасымызбен бірге шетелге демалып келеміз. 2,5 миллион, 3 миллион ақша кетеді. Сол кезде самый 5-звездочный деген отельде барып, кәдімгі 7 күн бойы все включено демалып келеміз. Ешқашан өміріне шетелге шығып көрмеген, ондай богатый, лакшери, вип өмірді көрмеген адамға ол кәдімгі нереальный нәрсе сияқты, бір білмеймін, хайпқа түсіп кеткен сияқты болса, сказкаға түсіп кетесің ғой, сондай сияқты менде болған ощущение. И қазір ойлай беріңіздер, одан кейін 2023 жылы августте үй алам. Дәл қазір мына блокноттардың ішіне мен не жаздым? Қараңыздар, қаншама блокнотта, мына жерде қаншама блокноттар бар, міне. Осының ішіне мен барлығын армандарымды, мақсаттарымды детально жазып жүргенмін. Шүкіршілік жазамын, благодарность жазамын. Не бар, қандай техника бар, соның барлығын жаза берем. Яғни жазу техникасы реально жұмыс жасайды. Дәл осы блокнот, міне қараңыздар, уже ескіріп кеткен, Дубайға барып келген блокнот. Осы блокнотты уже 3 жылдан астам мен жазып келдім. И осы блокноттың ішінде мен жазған болатынмын. Дубайға барсам екен, үй алсам екен деп, И мен 8 айдың ішінде осы онлайнда ақша жинап, кәдімгідей наличка Астанадан барып үй алам өзіме. 2 бөлмелі үйді 23 жыл августте алам. 8 айда. Ойлаңыздаршы, нереальный нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ оның барлығына мен қалай жеттім? Техника трехслойной манифестацияға сенетін болсақ, бірінші этап ол личность этапы, яғни санаңды сендіру. Өзіңе рұқсат беру этапы деп аталады. Қазір адамдар мысалы мақсат қояды, мен үй алғым келеді, машина алғым келеді, бірақ өзі сенбейді. Нереальный сияқты нәрсе да. Қайдағы, ойбай, 10 миллион табу қайда, арман бізге шетелге шығу қайда деген сияқты мен өзім 1 айлыққа әрең дегенде күн көріп жүрмін деп айтады да. Әрине мен түсінемін, менде де ондай ой болған. Нереальный нәрсе сияқты, бірақ просто өзіңізге рұқсат беріңіз сол нәрсеге сенуге. Когда сен өзіңе рұқсат бересің, сол нәрсе менің де өмірімде болуы мүмкін. Мен өміріме сол нәрсені рұқсат беремін, шақырамын. Дейсіз, просто да. И нереально кәдімгі аз-аздан сіздің өміріңізде өзгерістер пайда болады. Бірінші этапта бірінші өзіңе рұқсат бересің. Не нәрсені сен қалайсың, жазасың блокнотқа. Мен мысалы айына 10 миллион теңге тапқым келеді деген сияқты мақсатта, или миллион теңге тапқым келеді. Ал қазір сіздің зарплатаңыз 200 мың теңге. Конечно, сізде нереально көру мүмкін да. Қайдан маған 1 миллион, қайдан маған 10 миллион деген сумма қайдан келеді деген сияқты.
И вот смотрите, осы жерден сізде, когда сен жазасың сол нәрсені, уже күнделікті жазып бастаған кезде мида нейронный связка орнайды. Потому что саусақтың ұштарында жаңағы миға сигнал беретін нервный окончаниялар бар. И осы окончаниялардан жазған кезде күнделікті миға сигнал барады. Так, бұл нәрсе бізге керек екен. Бұл нәрсеге жету үшін мен не істеуім керек деген сияқты сізде уже новый связка орнап бастайды. Бірінші адам жаңа адам болып өзгеру үшін миында ескі өзгерістерді, ескі установкаларды жою керек. А оны жоюға сізге не көмектеседі? Әрине медитация. Өзіңізбен жұмыс жасау, санамен жұмыс жасау, мидағы артық информацияларды алып тастау. Техника манифестациядағы самый основной мимен жұмыстың астында бір медитация. Күнде таңертең 15-20 минут медитация жасайсыз. Санаңызды тыныштандырасыз. Келесі видеоларда мен сізге медитация жасаудың инструкциясын толыққанды видеоға түсіріп жіберетін боламын. Дәл қазір основаларын айтып кетейін. Бірінші этап ол өзіңе рұқсат беру. Разреши себе верить. Өзіңе просто сенуге рұқсат бересің. 10 миллион саған нереально сияқты ма қазір табу? Сол миллиондарды тауып жүрген адамдарға тап, сол адамдарды. Инстаграм тола қазір. Инстаграмда миллиондарды бағындырдым, үй алдым, машина алдым деген, иә. Ол қазір анандай бір бізге бір ойбай деп бүйтіп нереально аспаннан алып жатқан нәрсе сияқты емес. Шынымен сондай адамдар бар. Оның өзі мен өзім мысалы да. Просто так онлайнға келіп миллиондар бағындырып отырмын. Қарапайым отбасынан шығып алып. И мен сияқты қаншама историялар, қаншама оқиғалар, қаншама қыз-келіншектер бар. И ойлаңыздар, сол адамдарды табыңыз. Как минимум просто сол адамның парақшасына тіркеліңіз, зерттеңіз, қалай жетті, не істеді. И күнде сондай адамдар табу арқылы танысыңыз, сол адамдардың ортасына қосылуға тырысыңыз. Бұл сіздің миыңызды сендіреді. Потому что ми барлығын цифрамен және картинкамен қабылдайды. Когда сен сол адамдарды көресің, сол адамдардың өмірін зерттейсің, қарайсың, сөйлесесің, сенің миың ақырындап уже дәлел іздейді ғой, сол сұрағына дәлелмен жауап алады. И сен уже ақырындап сеніп бастайсың сол нәрсеге. Не реально екен ғой, шынымен де деген сияқты мида сенім пайда болады. Когда сен сол нәрсені сенесің, сен уже басқаша ойлап бастайсың. Бірінші этап ол өзіңе сенуге рұқсат бересің, дәл сол адамдарды табасың. Өзіңнің қалаған миллиондарыңды тауып жүрген адам табасың. Одан кейін не істейміз? Екіншісі, бізде нервный системаның деңгейінде және дене деңгейінде өзімізге сезінуге рұқсат береміз. Дәл осы екінші этапта бізде медитация техникасы жатады. Күнде таңертең 15 минут өзіңізге медитация жасауға рұқсат бересіз. Рухани байысыз. Яғни ішкі состояниемен жұмыс жасайсыз. Ожидать етуді қоясыз. Мидағы артық информация, мусорлардың барлығын алып тастайсыз. Энергияны алатын, слив жасайтын бүкіл нәрселерден отказ бересіз. Жаңа адамға айналасыз. Дәл осы миллион тауып жүрген адам қандай сіздің ойыңызша? Сол адамның өміріне өзіңізге енгізесіз. Сол адамның состояниясын өзіңізге енгізесіз. Когда сен бірінші ойлайсың, миллион табу үшін пахат ету керек, күні-түні жұмыс жасау керексің, 2-3 жұмыс жасау керексің деп ойлайсың. Сол кезде ғана мен миллиондар табамын, и сол кезде ғана мен сол адам боламын деп ойлайсың. Жоқ, на самом деле сен бірінші сол миллион тауып жүрген адамның состояниясын өзіңнің өміріңе енгізесің. Сол адам қандай, ол не ойлайды, не сөйлейді, қандай әрекет жасайды, күнделікті оның режимі қандай да, өмірге деген көзқарастары қандай, сол нәрсені сен бірінші өзіңе қалыптастырасың, сол состояние боласың, одан кейін барып саған ақша келіп бастайды. Яғни деньги приходят на состояние дейді. Осы этапта, екінші этапта нервный системамен дене деңгейінде өзіңді сендіресің. Бұған сізге медитация көмектеседі. Күнде таңертең медитация жасайсыз белгілі бір техника бойынша. Яғни сол өзіңіздің қалаған миллиондарыңызды тауып жүрген сияқты халді қалыптастырасыз. Жаңа мен сіздерге айтқан болатын, 2022 жылы мен білмеймін қандай екен, бірақ мен өзімді рухани білімдерге толтыра бердім. Қандай рухани бір каналдар бар, қандай подкасттар бар, барлығын қарай бердім, жаза бердім, зікір айт деді ма, зікір айтамын, салауат айт деді ма, айтамын, шүкіршілік жаз деді ма, жаз деймін, и до сих пор жазып келе жатырмын. Не үшін? Потому что бұда результат бар. Результат көргеннен кейін мен бұл нәрсені әлі күнге дейін жалғастырып келе жатырмын. И ойлаңыздар, рухани біліммен өзіңді байытасың. Манифестацияның екінші этапы өзіңді ішкі состояниемен жұмыс жасайсың. Сендіресің, басқа адам боласың, басқа ескі установкалардан арыласың, жаңа адам қалпіне енесің. Үшінші этап бізде уже уровень личности. Яғни сіз уже сол 10 миллион тауып жүрген адамдардың ортасында жүрген кезде, солармен араласқан кезде сіздің өміріңізге нереальный каким-то образом сіз бұрын байқамаған өмірлер, сіз бұрын байқамаған есіктер, мүмкіндіктер ашылып бастайды. Жаңа таныстықтар. Когда сенде мысалы бір айлыққа жұмыс жасап жүресің да, сен ойың
бұл мен үшін нереально деп ойлаған кезде саған барлық мүмкіндіктерді мына установкаларың байқамайды. Ми саған оларды көрсетпейді, потому что сен низкий вибрацияда өмір сүресің, өзіңе рұқсат бермейсің. Когда сен рұқсат бересің, сенің автоматом миың уже басқа нейронный связкалар орнап, бұрын байқамаған мүмкіндіктерге сен уже басқа көзқараспен қарап тәуекел ете бастайсың. Бұрын саған мысалы онлайнда ақша табу нереально деп көрінген болса, сенбесең, ой лохотрон, мошенниктер бұлар деген сияқты. Ал қазір саған ол реально сияқты көрінеді, потому что сен сол адамдармен араласып көрдің, потому что сол миллион тауып жүрген адамдардың әдеттерін қалыптастырып аласың. Уже денең сенеді, уже медитациядан кәдімгі рахат аласың, уже состояниең тыныш, бұрынғыдай жанталаспайсың, бұрынғыдай біреумен өзіңді салыстырып кетпейсің. Біреу миллион тауып машина алып үй алып жатса, өзіңді бір жалки сезініп, мен қолымнан келмейді деп олармен салыстырып уже выгорать етпейсің, жертвовать етпейсің. Не істейсің сен? Наоборот, от души қуанасың оларға. Шүкір етесің қазіргі өміріңе. Аллах сен маған бұларды көрсетіп жатсың ғой, демек мен де соған қол жеткізе аламын деген сияқты сізде уже позитивный ойлар қалыптасып бастайды. Когда сен дәл қазіргі өзіңе благодарностьпен, шүкіршілікпен рахмет айта бастайсың, когда сенде сол состояние қалыптастырасың, саған ақша нереальным образом келіп бастайды. Менде сол состояние болды. Мен өзіме миллионға наставничество алуға рұқсат бердім. Мен тәуекел еттім реально. 3 рет миллионға наставничество алам. Каждыйынан өзіме керегін алам, үйренемін. И менің ойлайсыз ба табысым кеміп қалды деп? Нет. Наоборот, арта берді. Потому что мен әрекетті жасай бердім. Рухани ішкі состояниемен жұмыс жасай бердім. Тоқтамадым никогда. Ожидание қоймайтынмын. Мақсат қоям ба? Ақша жинаймын. Керек емес деген нәрселерді алмаймын. Тут уже финансовый грамотностьпен жұмыс жасайсың, потому что сен мақсат қою мүмкін, үй алам деп, бірақ сен финансовый неграмотный адам болуы мүмкін. Тапқан ақшаңды жаратып қоя бересің да, анаған, мынаған, қыдырасың, бүйтесің, киінесің да, керек емес нәрселерге жаратуың мүмкін да. Если сен финансовый неграмотный болсаң, сен өзіңді әлемді кінәлама, маған бермедің деген сияқты. Сен өзіңді кінәла, потому что сен өзіңнің қалаған өміріңе жету үшін, өзіңнің қалаған миллиондарыңды тауып жүрген адамға айналу үшін сен сол адамның качестволарын енгізуің керек еді. Ол адам не істейді? Финансово грамотный, ол налево-направо ақша жаратпайды, керексіз тойлар жасамайды, керексіз бренд киімдер алмайды, иә? Ол бірінші не істейді? Мақсатына қол жеткізе, үй алам деген. Үй алады да, дальше уже, пожалуйста, что хочешь, то и делай. Ананы аласың ба, мынаны аласың ба, қыдырасың ба, шашасың ба, өзің білесің. Значит, ақша келеді сенің өміріңе, бірақ саған байланысты ол ақшаны жинау, депозитке барып тырнақтап тұрып та, барда мақсатыңа жет, үйіңді ал, өзіңнің гештальтыңды жап, и все, дальше делай, что хочешь. Яғни бұл жерде уже сізде сана болу керек. Сен қолыңа келген ақшаны игере алу керексің. Потому что Аллах беру мүмкін саған ризықты, иә, мына жақтан. Сен манифестацияның бірінші, екінші этапын жасау мүмкін. Руханида сенесің, ойыңмен де сеніп жатсың да, адамдармен де араласып жатсың. Сенің өміріңе ақша келіп жатыр. Бірақ сен егер де сол үшінші этапта, личность этапында сен сол ақшаларды ұстап қала алмасаң, финансово неграмотный болсаң, мақсатыңа жететіндей әрекеттерді жасамасаң, кәдімгідей да, мысалы, не істеу керексің? Үй алғың келе ма? Барып сол үйді қара, қанша теңге тұрады, ол ішіне неше бөлме, неше квадрат, қанша теңге төлеу керек, да? Қай уақытта алғың келеді. Кәдімгідей сен сол үйді уже алып жатқан сияқты, ақшаң әлі жетпесе де, просто ты должен почувствовать это. Яғни менде мынандай болған, мен машина алатын кезде, менде қолымда әлі сумма жоқ машина алатын, бірақ менде желание болды бешено, я хочу деген. И мен осы нәрсені қолданып бардым да, тест-драйвқа бардым. Бесплатно ғой тест-драйв деген, иә? Барасың да тест-драйвқа, айдап көресің сол машинаны. Как минимум просто отырып көресің сол салонның ішіне, мына кожаның иісі, жап-жаңа нәрсе, да, қарайсың, блин, нереально, как красиво, круто деп өзіңді визуализация жасайсың. Менде сол машина бар, уже айдап келе жатырмын, трассада күшті болып, там музыка қойып қоямын деген сияқты, иә. И когда мен уже визуализация жасайсың, медитацияның өзінің екінші этапында сен өзіңнің қалаған нәрсеңді елестетесің көзіңе. Когда сен елестету арқылы позитивный энергияда боласың, сен сол позитивный энергияны әлемге бересің. Соответственно, әлем саған сол нәрсені қайтарып беретін болады. Егер негатив ойлай беретін болатын болсаң, негативті жағдайлар өмірде көбейе береді. Позитив ойлайтын болсаң, әрине позитив көбейетін болады. Яғни осы үшінші этапта сен уже реально кәдімгі әрекет жасап бастайсың. Бірінші этапта мысалы сен бірінші өзіңді сендіру керексің деген мимен жұмыс жасадың ғой, адамдарды, дәлелдер іздедің. Екінші этапта сен состояниемен жұмыс жасадың да, рухани дамудың, ішкі жан дүниеңді сендірдің, жағы ритуалдар жасадың, бір уходтар жасадың, білмеймін, сол адамның состояниесін енгізуге тырыстың. Енді үшінші этапта сен реально әрекетке көшесің, потому что сен уже дайынсың сол нәрселерге. Сенің қолыңа барлығы келеді, мүмкіндіктер бар, сенде таныстықтар бар. Просто надо дисциплинаны қалыптастырасың, әрекеттеріңді жасай бересің. Бірінші, екінші этаптағы манифестацияларын жалғастыра бересің и өзіңіз көресіз,
көп ұзамай өз мақсаттарыңызға қалай жетіп жатқаныңызды өзіңіз байқамай қаласыз. Дәл мен сияқты қазір таң қалып отыратын боласыз, қалай мен 4 жылдың ішінде осыншама өзімнің мақсаттарыма қол жеткіздім деп. Өзіме ғана емес, мамама да үй алып бердім, машина алдым, қаншама рет шетелге шықтым. Қазір мен вообще өзіме бүйтіп таң қалып қарап отырмын да, оказывается мен барлығын неосознанно жасаған екенмін ғой деп. Менің өзімнің өмірімде белгілі бір ереже бар. Әрбір нәрсені сенбесең де, толыққанды түсінбесең де, просто тәуекел етіп жасай берші. Жасай берші. Түптің түбінде сен бір нәрседен шығасың. Просто жолаушы бол. Жолаушы несе жүре береді ғой. Ол тоқтамайды, ол жүре береді. Әрекетін жасай береді. Ақша жоғалтамын деген нәрседен вообще қорықпаңыз. Лучше ақша жоғалт, чем уақытыңды жоғалтқанша. Потому что кейін, когда жұрттың бәрі байып, жұрттың бәрі бүкіл қалған мақсаттарына жеткен кезде, сен бір 50-ге 40-қа келген кезде отырасың өкініп. Надо было сол кезде, жас кезде жасау керек еді. Сол кезде мен тәуекел етіп барлығын істегенімде ғой, қазір осылай отырмайтын едім деген сияқты өкініш болмас үшін просто қазір жаса. Просто жасай бер. Өзің көресің қалай мен осындай деңгейге жеткенмін деп өзіңе шүкір етіп, рахмет айтып отырасың. И жетістіктің ережесінің бір самый основной критерия ол благодарность состояниесі. Никогда негатив состояниеге енбеңіз. Негатив ойламаңыз. Менде болмайды, мүмкін емес, я не смогу деген нәрселердің барлығын асыл алып тастаңыз, установканы. Аллах барлығымызды бірдей жаратқан. Аллах бәрімізге бірдей 24 сағат берген. Аллах бәрімізге бірдей ми, 2 қол, 2 аяқ, 2 көз берген. Так почему же мен жасаған нәрсені сіз жасай алмайсыз? Жасай аласыз. Мендегі бар бала-шаға сізде де бар. Мендегі бар күйеу, ата-ене сізде де бар. Мендегі бар телефон сіздің де қолыңызда бар. Так почему же вы не можете? Неге сіз жасай алмайсыз? Жасай аласыз, егер де өзіңізге рұқсат беретін болсаңыз, және де табандылықпен әрекет жасайтын болсаңыз. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге трехслойный манифестацияның өзімнің неосознанно жасаған әрекеттерімнің мысалымен түсіндіруге тырыстым. Барлық видео материалдарды осы видеоға салып қоямын, чтобы сіздерге дәлел ретінде түсіндіру үшін, потому что жаңа айттым, манифестацияның бірінші ережесі ол ми дәлел іздейді. Сенбеген нәрсесін ми жасамайды. Поэтому бірінші миыңызды сендіресіз, өзіңізге рұқсат бересіз, сосын барып қана тоқтамай дисциплинамен әрекеттеріңізді жасай бересіз, и түптің түбінде сіз өзіңіздің қалаған өміріңізді сүріп отыратын боласыз. Всем пока!